Кемпір деп айталады, ол мынадай ұнта. Мынау крахмал. Бұршақтың крахмалы мынау. Мынадан міне. Қайдан сатып алуға болады? Мына Қытай магазиндерінде бар. Бұдан былай 3 қасықты толтырған 3 қасық таба аласыздар. Соң 3 қасыққа мынандай жай салқын судан құйып аласыздар да езіп аласыздар. Жаңа салған крахмалымызды бүйтіп езіп аламыз. Онан кейін ана жерге кастрюльға 2 кесе су құйдық мынадан. 2 кесе суға жаңа езген крахмалымызды бір шыны, 2 шыныға 1 шыны крахмал. Мынандай кесемен. Көрдіңіздер ме? Соң қазір көрсетеміз жалғасты. Суды қайнатып аламыз. Суды қайнатып аласыздар. 2 кесе жаңа құйған суымызды қайнатып аламыз да. Мына езген крахмалымызды әбден езіп алғаннан кейін әбден езіп аласыздар, сүт сияқты болады. Содан кейін мына құйып тұрып, қайнаған судың үстіне құйып тұрып араластырасыздар. Бұл қоймалжың болады. Жай ғана отта мынау ағарғанша осылай қолдарыңыз тоқтатпай араласып тұрасыздар. Әйтпегенде бұл кірімтік болып қалады. Сол үшін былай араластырып тұрамыз. Бір өзіне мындай қайнап шар шығады. Мындай шар шығады қайнағанда пысқан. Көріп алыңыздар. Крахмалымызды бүйтіп құямыз. Жаңа қасығымызды жатыр. Бісміллә. Қарып, мына ішіне толық түсіріп алыңыздар. Сырақ болмау үшін. Түсіріп алған кейін бүйтіп тегістеп аламыз да. Суытып Үлкен ыдыстардың жанына қоямыз. Мынау да бағана жасағам. Қатуы керек, қатып барады, мынанды қойып қоямыз болды. Мынау крахмал салатқа қосатын дәмдендіргіш. Бұның аты петрушка. Петрушка дейміз, шаңсай, ашкөк деп айтылады. Петрушкадан үсіп турап аламыз. Соны бетіне қосам жатсыз көрсетеміз қазірге. Бұрышымызды турап жіңішкелеп бұны да қосамыз. Бұны көрсетіп беремін. Екінші қызыл бұрыш, көк бұрыштың бәрін үстіп ұсақтап турап аламыз. Дәмдендіргішіміз дайын. Әлден үстіне себеміз. Бұларда бұлай сұйытмадан құйып аласыздар. Тұз саламыз ба? Тұз саламыз. Крахмал салатымызға мына қызыл бұрыш саламыз, дәмдендіріп. Тұз құямыз. Қасып құйып жересіздер. Дәмін келтіреді. Құйып араластырып аласыздар. Мынау дәмдендіргіші. Алған крахмалымыз дайын. Енді бұны қарағыздар қатып қалды уже. Дірілдеп қатып. Жабыспайды, өйткені май құйды. Бұны енді төңкеріп бастаймыз. Дартазы жасаған өзіміз жейсіз. Мына біздің крахмалымыз біріншінікі.
аздау кетті. Барынша қою болған дұрыс достар, міне мынау қою болған. Мынау сәл аздау құрамы. Төрт бұрыштап турап аласыздар. Дайын болған дәмдендіргішімізді бетіне қоямыз. Қалған ештеңе ұматып алып, осы сеуеміз. Дәмі өте әдемі болады. Ас болсын. Дәмін тап көріңіздер, міндетті түрде жасалуы өте оңай.